элементал, олар деген кімдер? Олар ұжымдық санамен жүретіндер дейді. Яғни құрт құмырсқа, жануарлар, олардың барлығы бірінші топқа кіреді дейді. Ал екінші топқа ол басқа измерение. Яғни эльф дейміз, және де фея дейміз, олардың барлығы бар. Ол мысалы мультфильмдегі, ертегі кейіпкерлері, ол бекер емес. Олар действительно единорог дейді, кентавр, оның барлығы бар. Олар жаңағы өсімдіктер бар ғой, бізде өсіп тұрған табиғат қорғаушылары, солардың түрлері дейді. Мысалы, біздің өзіміздің адамның қасымызда біздің періштеміз бар, тәлімгер періштеміз, бірақ та біз оны көрмейміз. Ал жаңағы жан-жануарлар өздерінің пірлерін көреді, өздерінің қорғаушыларын көре алады. Бізде мысалы қазақта жылқының пірі, сиырдың пірі деп айтып жатады ғой, ешкінің пірі, мінекей осы ұғымнан пайда болған. Өйткені қазақ оның барлығын білген кезінде табиғатпен біте қайнасып өмір сүрген. Мысалы, көшпелі болуы да бекер емес. Сол табиғатты былғамас үшін, бүлдірмес үшін қазақ көшіп қонып жүретін болған. Оның мысалы ол кезде енді қазіргідей техника, технология жоқ. Қазақтар табиғатпен біте қайнасып, мысалы жұлдызға қарап, ауа райын болжап, жаңағы тіпті жынды байлап қойып, жындарға мал баққызды, немесе өздерінің қуатымен суды теріс ағызды деп, ондай мысалы қазір аңыз ретінде естіп жатамыз. Бірақ ол расында болған нәрсе. Осыны потому что біз зерттей отырып, рас болғанына көзіміз жетіп жатыр. Қазақ, яғни табиғатпен өте біте қайнасып өмір сүрген. Так, бірінші деңгей, ол ұжымдық деңгейлер. Олардың пірлері бар дедік, пірлері ол бағанағы табиғат қорғаушылары, жан-жануарлардың қорғаушылары, перілер және пірлер. Мына нені айтатыны сол, мысалы, сектаға адам кіріп кетеді ғой, ол өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай даралық болмайды ол адамда, сектада жүрген. Бір адамды тек пір тұты, ұстазым, сол айтты, ұстазым бүйдеп айтты деп, ұстазым дұрыс десе дұрыс, ұстазымдікі бұрыс десе бұрыс, ұстазым біреуге фас деді ма, бітті, соның парақшасына барып фас етіп. Яғни олардың деңгейін қатты болса да айтайын, мына жан-жануар жаңағы хайуанның, құрт-құмырсқаның деңгейіне түсіп қалдың деген сөз ол. Ұжымдық деңгейде жүргендер, яғни бір сектада бір адамды пір тұтып жүрген адамды солай айтады. Бұның ішінде дейді, нелер айтып отыр, әруақтар ғой енді сөйлеп жатқан бұл жерде, жоғарғы рухтар. Олар дараланған кезде, мысалы, жаңағы фея, кентавр, пірлер бар ғой, бізге көзге көрінбейтін. Олар не қылуға дараланып, адамдық деңгейге, 5-ші деңгейге жеткенше жан таласады дейді. Жаңа дәуір болған кезде олардың барлығы жерде өмір сүруі мүмкін. Әбден кемелденіп, рухани шыңдалып, яғни ол өмірден жаңағы өледі ғой, ол по-любому. Сол кезде рухани шыңдалып, ол жерге келуі мүмкін дейді. Олар келген кезде жаңа дәуір болады, жер жаңарады деп тұр. Енді бұл кітап ол кезде 2000 жылға дейін шыққан кітап, енді одан бері 22 жыл өтті. Қазіргі күні менің қызым үнемі феялар туралы түс көреді, немесе мама, мен кентавр болып жүрмін, мен табиғатты қорғау үшін келдім деп, кішкентай балалар қазір сондай әңгімелер айтып жатыр дейді. Және де түрлі сеанс кезінде өзінің қызын сондай бағанағы пері, фея ретінде көретіні, мысалы, үнемі бүйтіп қанатын бүйтіп қағып ойнап жүреді дейді қыздарын. Сонда мен ойлап отырмын, жалпы кітаптың шыққанына уже 22-23 жыл болып қалған, ал біз қазақшаға енді аударып жатырмыз. Сол кезде айтқан, бұлар дейді жаңағы, адам жерде жалпағынан басып, я один раз живу деп өзінше болып жүреді, не алға ұмтылмайды, сол бір қалыпта ішіп жеммен өмір сүреді дейді. Ал бірақ та
мына жақта ғалам сұмдық дамып жатыр дегені сол. Бұлардың бәрі жанталасып жатыр да, кемелденіп жерге адам болып келу үшін жанталасып жатыр. Сол мен ойлаймын, қазір енді жер жаңарып жатыр, жаңа дәуірге өтіп жатырмыз. Бұлардың барлығы қазір жерде адам ретінде өмір сүріп жүру ықтимал. Әрине менің сөзіммен келісетін де бар, келіспейтін де бар. Түбегейлі келіспей қарсы шығып жатқан да бар. Мен айтамын, мен тек зерттеп жүрген адаммын. Мүмкін олай емес, мүмкін осылай. Бірақ барлық бүйтіп жан-жақтан зерттеймін ғой, сол кезде сәйкестік келіп жатыр. Яғни дара бол, кемелден дейтіні сол. Барынша рухыңды шыңдап, өмірге не үшін келгенің тырыс. Потому что бұлар жоғарғы деңгейге көтерілуге тырысып жатыр, ал адам хайуани деңгейге түсіп кететін болса, ол уже жерге ол керек жоқ. Адам қазір жерде 5-ші сатыда өмір сүріп жатса, ол жоғары 6-шы сатыға өтуі керек. Мынау Ақсарбаздың 6-шы саты ұрпағы дейтіні сол. Қазіргі күні жерде көзі ашық көкірегі оя, ол 6-шы саты ұрпағы. Олардың барлығы оянған кезде біз жерді аман алып қаламыз деп жанталасып жатқан сол. Енді бұл жерде ештеңке оқымай зерттемеймін. Бір қалыпты бір жолмен жұмысқа барып, бір жолмен үйге қайтатын адамға бұның барлығын есту әрине басында түсініксіз. Екіншіден, осылай өмір сүре берсек болмай ма, не үшін қиындатып жіберіп жатсыңдар деп айтуы да мүмкін. Бірақ та жан-жаққа просто осознанно қарасаңыз, қатты өзгеріп жатыр жан-жақта. Болып жатқан соғыстың өзі бекер емес. Мен тіпті бұл жерде ойламаймын, что шынымен орыстар мен украиндер мына жақта соғысып жатыр деп ойламаймын. Бұл жерде тіпті украин ұлты жоқ болып, олар жан-жаққа тарап кетіп, наемный, мына ақшаға жалданатын адамдар соғыста жүру ықтимал. Яғни, мына төменгі деңгейде арын ақшаға сатып жіберетін адамдар сол соғыста жүріп, сөйтіп адамдардың саны азайып жатуы ол ықтимал. Өйткені бұған дейінгі дәуір, ескі дәуірде бірінші очередь құндылық бізде ақша болды. Бәріміз миллионер боламыз, ойбай деп осыдан 3-4 жыл бұрын атойлап кеткеніміз сол. Қазір олай емес. Сол кездің өзінде мысалы бастықтар орынбасарларынан қаншама ақша алып, бүкіл жағдайларын жасап, пара, жемқорлық деген дендеп кетті да. Ал қазір олай болып жатқан жоқ. Не дай боқ біреуінен ақша алса, қазір сотталып кетеді. Яғни бұрынғы дәуір ақырында өзі бүйтіп жаңа дәуірге жол беріп жатыр. Енді қараңыздар, бірінші деңгей, екінші деңгей деп оқыдық. Кейбір адам түсінбей жатуы мүмкін жаңағы фея, перілер туралы жазылғанда. Яғни жаңағы бірінші деңгейде дейді элементалдар, яғни құрт-құмырсқа, жан-жануарлар тұр. Екінші деңгейде пері, соның пірлері тұр. Ал үшінші деңгейде дейді қатыгез адамдар, яғни зұлымдық жасайтын адамдар. Бұлар недегі жын-жыбырларды осыған қоссақ болады. Өйткені төменгі астралдағылар тоже рухтар. Төменгі астралда оларды ұстап отыр. Сақшылар, біздің әруақтар, рухтар мықты. Төменгі астралдан оларды шығармайды. Оларды тем более қазір шығармайды. Жазылған ғой, жындар әлсірет дейді. Бара-бара оларды кәдімгідей уже біз көзіміз ашылып, көкірегіміз оянған кезде оларда уже бетіп артқа шегінетін болады. Төменгі астралдағылар әбден жерге шанс болып жерге түскен кезде әбден қылмыс жасаған, наша шегіп, енді түрлі бұлық орта бар ғой, енді Құдай сақтасын, біз білмейміз енді. Наша шегіп, қыз зорлап, кішкентай балаларды зорлап, балаларды өлтіріп, в общем, білгендерін істеп әбден бұлыққандар, олар сол зұлымдардың рухы, олар бірінші төменгі астралда ұстап отыр. Оларды біз жерде жын шайтан дейміз. Олардың азығы, яғни олардың несі бар қызығы жердегі адамдарды бізді бақылап отыр реально. Сенің ниетіңе қарайды. Сен бір нәрсені уж бүлдіргің келіп, бір сондай бір не жасағың келіп тұрады ғой, сразу қасыңа келеді де, сенің уже ниетіңді біліп, яғни сен өзіңнің ниетіңмен жамандық жасау арқылы, негатив арқылы сен бағанағы жынды тамақтандырдың деп отырғаны сол. Төменгі астралдағылар жетіп келеді. Мысалы, наша шекті ме? Ол жақта енді наша, адам өлтіру, қыз зорлау, немесе бағана қылмыс жасау, арақ ішу деген жоқ қой. Кім жерде соны істейді, топырлап рухтар ұшып жетіп келеді дейді. Яғни төменгі астралдағы рухтарша. Ой, давай деп.
ана жақта сол карта ойнағандардың қасына барып алып, жын ойнақ, қыз ойнақ, сондай жерлерде олардың рухтары жүреді, жаңағы түнектер. Оларды мысалы мына 3-ші деңгейге жатқызамыз. Ал 4-ші деңгейде ол ар ұяты төмен нелер, адамдар. Олар не жақсылық жасауды білмейді, не жамандық жасауды білмейді. Жерде әйтеуір дәм болсын жүрген адамдар. Не жақсылық, мынау не жамандық, мынау ұят емес, оны ажыратамайтын ондай адамдар бар, көп емес болса да бар деп тұр. Ал міне 5-ші деңгейде бұл жердегі біздер, жердегі адамдар, мінекей адамдар. Бұл адамдардың барлығы негізі әу бастан айттым ғой, рухтар әлемінен біз бәріміз кемел мықты болып келдік, бірақ жердегі ең оңбаған, ең хайуан ол адам. Бұрын уже неше ғасырдан бері уже до того бұлғыққан, бізді уже туа салы әбден бүйтіп жаншып жатыр да, болмайды деген. Сол болмайдың бәрі ол өздеріне ыңғайлы қылып жасап алған жүйе да. Енді сол жүйені қирату керек болып тұр. Әбден табиғатты да бүлдірді бұл адамдар. Мынау жердегі адамдар жалпы енді кемелдену үшін, рухани одан да қаншама саты бар, соған көтерілу үшін келді ғой. Жоқ, үйтпеді. Бізді не істеді? Ана 8-9 сатыда отырған әулиелерді еске алсаң, ол не деді? Еске алатын болсаң, ол ширк деді. Оларға құран бағыштап шелпек пісіретін болсаң, ширк деді. Оларды еске алма, өйтуге болмайды деп әбден жындармен шарттасып алдық та, әулиелерге, әруақтарға, рухтардың бәріне бүйтіп есік жауып алдық та, бір бағанағы құрт құмырсқаның бір пірі бар ғой, сол сияқты біреулерді ұстаз деп алдық та, бұлай қап-қараңғы бөлмеде тек соның әйтеуір артына бүйтіп жүрдік. Хайуани деңгейге кетіп қалдыңдар дейді да бұл жерде. Жердегі адамдар. Енді жер жаңарып жатыр, мінекей. Енді 6-шы сатыда бізде мінекей кезекпен келіп жатыр да, міне 1-ші сатыда құрт құмырсқалар, бағанағы жан жануарлар, 2-шіде бағанағы басқа измерениядағы солардың қорғаушылары, пері, бағанағы пірлер, фея, анау-мынау деген сияқты. 3-шіде жаңағы зұлымдық жасаушылар, төменгі астралдағылар. 4-шіде ар ұяты жоқ, бағанағы саны бар, сапасы жоқ адам. 5-шіде жердегі біз тірі адамдармыз. Ал 6-шы деңгейде бұл рухтар әлемі. Рухтар әлемі неке? Рухтар әлемі бұл жерде енді кәдімгі жұмақ. Біз айтып жүрген жұмақ. Эдем дейді ғой. Біз өлгеннен кейін, егер жерде кемелденбейтін болсақ, енді төменгі астралға кететіндер бұл жерде жоқ деп ойлаймын, мен оқырмандарым ішінде датауы түсіп кеткен адам жоқ деп ойлаймын. Біз жұмаққа барамыз, енді ол жақта да өзіміздің ортамыз, өзіміздің үйіміз, анау-мынау бәрі бар ғой. Бірақ ол, видиш, ол мына жақта мына 7, 8, 9, 10 неке қаншама біздің сатымыз бар. Біз қазір 5-ші уровеньде өмір сүріп жатырмыз. Яғни өлгеннен кейін сіз жұмаққа барасыз, а дальше уже тұр ғой мінекей жолдар. Ал егер сіз жерде кемелденбей, ойланбай, нені қазір түсіндірем, ментальды денеңізді шынықтырмай, просто ішіп жеп, өсектеп, біреудің аяғынан шалып, қара басыңызды ойлап, осылай өмір сүретін болсаңыз, ну ладно, сіз өлесіз, ничего страшного, өлім деген ол ақиқат нәрсе ғой, бәрі. Кешірім сұраймын, звондап қалып жатыр. Мына бұл жерде 5-ші мінекей неде жердегі адамдар, өлім ол ақиқат, ол понятно. Бірақ сіз айтып тұрмын ғой, дұрыс өмір сүрмей, біреудің аяғынан шалып, біреуді ренжітіп, біреуді, яғни миссияңыз, рухыңыздың келген миссиясын жалпы білмей, жерде былығып өмір сүретін болсаңыз, ладно, сіз өлесіз, рухтар әлеміне барасыз, жұмаққа демалатын шығарсыз енді ол жерде. Но мына жақтағы ісіңіз бітпей тұр ғой, видите, сіз мына жаққа өту үшін мына жақтағы ісіңізді бітіруіңіз керек та. Сол үшін бұл жерде кармаға ілігу дейді. Яғни біреуге мысалы рухтар арасында өзінің бір нелері болып қалды, мысалы біреуді ренжітіп қойдыңыз, біреуді өлтіріп қойдыңыз, тағы да сондай нәрселер, енді Құдай сақтасын, конечно. Немесе біреуге өштесіп қалдыңыз, ол сізге ренжіп қалып, әйтеуір сөйтіп былығып жүрміз ғой, өз-өзімізге проблема тауып. Сондай карманың домалақ шиыршығына түсіп қалма дейді.
содан өтіп кетті. Егер сіз карманың мынандай ортасына түсіп қалсаңыз, ол маған должен, мен оған должен болып, сіз мына жақтан по-любому мына жаққа қайтып ораласыз. Это вам надо дейді. Сізге қайтып жерге келіп, қайтадан бала болып, қайтадан садиктен бастау ол керек па, керек жоқ па? Жаңағы айналаңыздағы бір-біріңізге мынандай берешек болып қалған адам, ол да сіз қасыңызға түседі жерге. Жерге түседі ол да по-любому. Жүреді сосын бірге. Ал дальше уже мінеке 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші. И 10-шыны біз не дейміз? Құдай дейміз. Мына жерде пайғамбарлар дейміз. Мына жерде әулиелер дейміз. Ал 7-ші кемел рухтар дейміз. Неке. Ана жерде неше күннен бері аударып, уақытымыз үлгергенше жазып жатыр постпен. Бірақ сіздер түсінбей қалып жатқан шығарсыздар. Өйткені мен білем, жалқаусыздар. Тең жартысыңыз оқыған жоқсыздар. Жалпақ тілмен былай түсіндіріп жатқан. Түсіндіңіздер ме? Міне, жердегі адамбыз біз. Өлгеннен кейін мәнеке рухтар әлеміне барамыз. Түсіндіңіз ғой? Ал егер сіз жерде қазір осының бәрін түсініп, все, оказывается, мен осы үшін өмірге келіппін деп, ешқандай мына кармаға ілікпей, ешкімнің аяғынан шалмай, сондай бір керемет өмір сүріп кемелденетін болсаңыз, жан-жағыңызға шуақ шашып, Құдайдың берген ғаламатына шүкіршілік айтып, рахмет айтып, сіз прямиком мына үлкен кемел рухтар жаққа өтіп кетуіңіз мүмкін. Мына жұмақ деген ол, айттым ғой, уақытша нәрсе. Ол мына жаққа қайттан келетін рухтар уақытша демалады. Сол айтатыным сол, жұмақтағылар өмірге келіп туылудан қорқады. Жердегі адамдар өлуден қорқады дейтінім сол. Мына екеуі бір-бірінен қорқады, көрдіңіз ба? Ал жерде адам, сіз қазір оянсаңыз, оян деп жатқаным сол, кемелденсеңіз, бірден мына кемел рухтардың әлеміне кетіп қалуыңыз мүмкін. Бұл жерде ғалам кітапханасы, ғалам ғибадатханасы, даналық ғибадатханасы, емдеу, жарық беру, көп үлкен андай бір мықты университеттер бар ғой. Сондай өңкей мынандай мықты сондай нелер бар. Жазып жатыр ғой, түрлі ғажайып орындар бар. Мінеки, бірден мына жақтан мынаның деңгейі жұмақтан да жоғары дейді. Сіз осы жаққа кетіп қалуыңыз мүмкін. Ал енді 8-ші ары қарай саты бар ғой енді. Мына кемел рухтардың бір жақсы жері уже оған сен жерге түсуің керек деп міндеттемейді. Сізге уже мүмкіндік береді. Мүмкін басқа да миссия бар шығар. Басқа планетаның, может, планета құрылысшысы болуың керек шығар. Мүмкін басқа планетаға бір көмек беруің керек шығар. Немесе сіз кемел рух болған кезде уже қасыңызға адам беріп, сол адамға тәлімгер, наставник, періштесі болып келуге сізге мүмкіндік туады. Яғни келесі жолы өмірге, допустим, Айнұр деген қыз келетін болса, сізге уже мүмкіндік береді. Так, мынаның қасына сен наставник болып бар періште. Ол деңгейі өскен кезде сен барынша соған мүмкіндік бер енді былай. Көмек беру арқылы, демеу арқылы мынандай. Әрине бізді ешкім бүйтіп олардың несі немейді право бүйтіп сөйт деуге. Бізге мына ішкі интуициямен өзің тыңда дейді. Өзің тыңдаған кезде ақырын ішіне подсказка жібереді қасымыздағы періште. Сөйтіп біз жерде көзіміз ашық, көкірегіміз оянып біз өсетін болсақ, рухани, қасымыздағы періште де өседі. Соны біліңіздер. Мен постоянно айтатыным сол, сіз жалғыз емес, сізде жауапкершілік болу керек. Өзіңіз үшін емес, хотя бы, ладно, балаңыз бар, күйеуіңіз бар, я. Но қасыңызда өлсеңіз де, тірі жүрсеңіз де, қасыңыздан қалмай жүрген Құдайдың қосып қойған наставник, тәлімгеріңіз бар. Егер сіз өсетін болсаңыз, сіз 5-ші деңгейден 7-ші деңгейге өсесіз ба, ол тағы бір деңгейге өседі. Сондықтан соны да ойлаңыз, жауапкершілікті біліңіз дейтінім сол. Дальше уже сіз әулиелік, одан кейін 9-ші деңгейде енді бүкіл пайғамбарлар сол жақта, мысалы 9-ші деңгейде отыр. Ал ең негізі былайынан ғой, ең жоғарыда әлбетте Құдай. Біз осы Құдайдың қасында жаратылғанбыз, Құдайдың жартысымыз, Құдайдың бөлшегіміз. Бізді ана жақтан бастап қайтадан ілім, білім жинап, кемелденіп, қасына келу үшін біз жаратылдық. Бәріміздің миссиямыз сол, көтерілуіміз керек мына жаққа. Так, ана жерде бағанағы деңгейлер туралы айтып жатқаны сол. Енді кеше мен өзімнің парақшама жаздым, бірақ
менің жанат бақыт деген парақшамдағы адамдардың тең жартысы түсінбейді ау деп ойлаймын. Барынша жалпақ тілмен, өткір тілмен жазуға тырысам, бірақ көп түсінбейді. Өйткені білесіздер ғой, біздің адамдар жеңіл-желпі нәрсені жақсы көреді. Бір прикол салсаң, комментарий көп, сондай неді, ал өзіне керек нәрсені жазсаң, аумен жоқ, түсінбейді. Не деп жатсыз, зачем? Неге бұның бәрі не үшін керек дейді. Ой, Алла, ол өзіне керек қой негізі. Сонда мен кеше суретін салдым, адам, мына жаққа былай түсіндірейін, мінекей адам, мінекей адам. Енді мынау мысалы адам болатын болса, осы адамның мінекей физикалық дене. Мынау физикалық дене бәрімізде. Көріне ма, көрінбей ма? Физикалық дене, мінекей. Ол яғни тәніміз, біздің тәніміз мінекей. Енді ол просто егер ол жерде жан мен рухты алып тастасаң, ол жай ғана адам жоқ киім болып қалады. Скафандр дейікші. Енді бұған жаңағы Құдай уже өзі оқытқан, тоқытқан, мен жерге барамда бәрін қатырамын деп біздің рухымыз битті ғой енді ол мына жоғарғы деңгейге тез көтерілу үшін ол жерде не қылу керек. Жерде қиындықтың бәрін өткеріп біз жаңағы бір қиын ойындарда секіріп өтесің ғой. Сол жақтан өзім өсіп, сенің қасыңа жетем деп біз Құдайға өзімізше болдық қой. Ну хорошо дейді, ол сені оқыттық, тоқыттық, сен уже кемелсің. Бірақ қасыңа телохранитель қосамыз періште. Бірақ та сенің памятың өшеді. Сенің памятың өшеді, сен соны есіңе түсіруге тырысып, мені ұмытпауың керек. Сосын шығар есікті, маған келер есікті енді өзің табуың керек. Сол кезде саған мүмкіндік мына жаққа көтерілесің. Бірақ сенің таңдау еркіндігіңе біз араласпаймыз. Сен қасыңдағы телохранитель де араласпайды. Ол саған символдармен бүйтіп подсказка береді, бірақ бүйтіп араласпайды. Мен де араласпаймын. Сен былайша айтқанда өзіңді батпақтан шашыңнан сүйреп өзің алып шығуың керек. Мінекей шарт сондай дейді. Ну хорошо. Онда мен жерге барып қатырам, жыртам дедік. Сөйтіп, өзімізге еще таңдауды өзімізге берді. Біз өзімізге осындай тән таңдадық. Өзіміздің ортамыз таңдадық. Осындай отбасыда, осылай өмір сүрем, ойбай деп. Енді ол таңдауды да өткенде, кемел жоғарғы жақтағы рухтар жерге келетін болса, таңдау кезінде бірінші есікті теуіп кіреді. Өйткені бұлар кемел ғой. Все-таки бізде президент магазинге барғанда немесе көшеде жүргенде пробка жоқ жүреді. Мына кемел рухтар тоже самое, есікті теуіп кіреді. Оларға сондай скидка бар. Одан кейінгі таңдау кезде тәнді 5-ші рухтар әлеміндегі жұмақтағылар келеді. Ну хорошо, сен де уже кемелдерден қалған нәрсені таңдайсың. Ал соңында жаңағы төменгі астралдағылар бұрынғы өмірде былыққан бишаралар. Әйтеуір әреңдеп өздері неше жыл жатып ана жақта мүмкіндік алып әйтеуір жерге келуге. Сөйткен кезде енді оларға таңдау берілді, бірақ аналардан уже қалған нәрсені алады. Қалған нәрсе, қалған өмір, қалған адамның тәні, қалған орта, сол үшін кейбір адамның былығып жүретіні сол. Мысалы, бір семьяда болады ғой енді, біреуі жол жеңіл, вроде тез байып кетеді, вроде мінезі де күшті, ал біреуі тағдыры өте қиын да ол ше, мысалы, қанша ел жібереді, бәрібір бақытсыз, ауруда соңғасынан шықпайды, ақша да келмейді, бүйтіп жүреді, вроде бәрі бір семьяның балалары. Вот рухтың деңгейі көрдің ғой қалай сонда әсер етеді. Енді мінекей біз жерге келдік, мінекей ананың құрсағында сәби уже пайда болды. 4 ай болған кезде жаңағы рух мына сәбиге кіреді. Жан пайда болады мінекей. Ол біздің уже астралды қабатымыз дейді. Астралды қабат деп жатқанымыз біздің сөйлеуіміз, сезінуіміз, иіс сезуіміз, естуіміз, 5 сезім мүшесі, жақсы көру, қуану, жек көру, боқтау, бәрі осы үшінші біздің сезінуіміз ғой, сезім дейді ғой, астралды сезім. Оны мен мысалы эго деп түсінемін, нәпсі деп түсінемін. Нәпсі, астрал денеміз. Бұл біздің астрал денеміз мінекей. Уже жан кіріп, уже нормальный адам болдық та. Ал енді ар жақта уже бұны басқарып тұрған, мен қақсап айтып жүрген рух тұр. Рух, мәңгілік рух. Жаңағы рухтар әлеміне жыртам деп келген рух тұр ғой. Біз
сол бәлені біз ұмытып кетеміз да. Мынау қазіргі күні астрал денемен өмір сүріп кетіп жатыр ғой. Баюым керек, ішуім керек, жеуім керек. Неге ол бай, неге мен бай емеспін, неге ол андай, неге ол шетелге барады, неге мен барамаймын, неге оның байы көп ақша табады, менің байым неге көп ақша тақпайды, неге ол бренд киінеді, неге мен, мінекей осындай өмір сүріп кеттік сөздің шыны керек. Вообще адами құндылық жоқ бұл жерде. Тек қана материалдық құндылық болып кетті да. И сол құндылық, материалдық құндылыққа жету үшін бәріне бардық қой біз деген. Біреуді дуалаймыз, тақтан тайдырғымыз келеді, оның креслосы керек, короче, былығып кеттік. Видите, жер жаңа деңгейге сілкініп жатыр дегені сол да. Сілкіп, ондай адамдар уже жер керек емес дейді. Сен өзіңнің кім екеніңді танысай, айналайын деп тұр да. Ол мінекей біздің менталды денеміз деген осы. Менталды дене деген, яғни рухтың басқарып тұрған, Құдайдың берген рухы мәңгілік деп тұр. Міне ментал дегеніміз сол. Физикалық, астралдық, менталдық дене деп жатқанымызды осылай жалпақ тілмен айтсақ болады. Оның не керегі бар деп кеше айтып жатыр мысалы. Мен айтам, керек ол. Сен үшін, мен үшін керек емес, сен үшін керек. Ақсарбаздың телеграм парақшасында отырсыздар ғой, ол жақта да жазады. Бірақ түсінбей қалуларыңыз мүмкін да, мен соны жалпақ тілмен айтып жатырмын. Физикалық дене ол біздің кәдімгі қазіргі тәніміз. Оған уф деп бағанағы рух кірген кезде бізде уже сезу, күйіну, жалпы енді сезім келді барлығын. 5 сезім мүшесімен. Ол уже астралды дене болып кетті. Нәпсіміз. Одан кейін нәпсіні егер байлап ұстамаса, ол қабаған ит сияқты өзіңді қабаттайтыны сол ғой. Оны жіберіп қойсаң бітті, сен ол ақшаның түбіне жетпейсің. Көріп жатыр ғой, тақтағы патшаның туған туысқандары ақшаға таласып, түбі ақыры түрмеге қамалып жатыр. Түбіңізге жетеді ол. Сондықтан ментал денеңізді танысаңыз, физикалықта, астралда денеңізді байлап ұстауға болады дейді. Тіпті сіз уже менталды денеңізді таныған кезде даже жаңағы рухтар әлеміндегі даналық ғибадатханасы, өзіңізді энергия беретін ғибадатхана, түнде ойша отырып, немесе ұйықтап жатып, соны тілеп жатсаңыз Құдайдан, түсіңізде міндетті түрде сіздің рухыңыз сол жаққа барады дейді. Даже фигура сұрасаңыз, мен Құдай, мен семізбін қазір. Бірақ та ол енді бұрынғы өміріммен қатысы бар шығар, өтінем. Түнде осындай даналық ғибадатханасына барып, мен сондай бір керемет, дені сау, сондай семіз емес тән бер деп сұрасаңыз, ол міндетті түрде орындалады дейді. Осыны бізге істеп көру керек. Жалпы мынау соңғы өтіп жатқан тақырыптарымыз осылар, жалпақ тілмен айтатын болсақ. Ана жерде енді сұхбаттарды оқысаңыз мылжыңдау сияқты көрінеді. Так. Вроде мен нені түсіндірдім, соңғы тақырыптарды. Біз енді бүгіннен бастап НЛО-ны зерттейміз. Өзге ғаламнан келген рухтар туралы. Бірақ та енді қазіргі күні жерде жаңағы бәрі жүр дейді. Барлық рухтар әртүрлі деңгейдегі. Солардың барлығы өмір сүріп жатыр дейді. То есть біз осы жерде осознанно өмір сүріп, рухымызды биіктеткіміз келсе, қазірден бастап боянып, кемелдену керек. Түсіндіңіздер ма? Өйткені ешқайда қашып құтыла алмайсыз. 2-ші класстың программасын оқып жүріп, институтты бітіріп кетемін деу мүмкін емес. Егер бір орында шеңбердің ішінде шапқылап жүрген тышқан сияқты өмір сүрем десеңіз, конечно, өзіңіз білесіз. Ахахай, махахай видеоларды қарап, инстаграмда біреудің өмірін қызықтап, оны еще талқылап, ол сізге бештеңға керек жоқ, былайша айтқанда. Ал сопылық жолға мен өте жақсы қараймын. Сопылық жол жалпы діннен де жоғары тұрады дейді. Біздің ата-бабаларымыз сопылық жолда жүрген, бірақ сопылық бұл соплар жалпы жүрегін ысқылап отырып зікірмен осы астрал әлемге ұшып кететін болған соплар дейді. Мына жоғарғы деңгейде бағанағы әулиелер бар ғой, мына
сопылар мінекей осы әулиенің деңгейінде болғандар дейді сопылар, кезіндегі сопылар. Оларды мына жоғарғы деңгейдегі рухтар бар емес пе? 9-шы, 8-ші деңгейдегі. Оларда карма жоқ. Олар енді уже жерде бүкіл тәнін, астралды, физикалық денесін ысқылап, жүрегін ысқылап, уже ғайып әлеммен байланысып, оларда карма жоқ, кәдімгі осознанно өмір сүріп кеткен ғой, көз ашық көкірек ояу болып. Бірақ та оларды миссиямен жібереді. Когда адамдар былығып кетеді ғой, әбден жаңағы материалдық ненің артына кетіп, табиғатты құртып, оларды халықты ояту үшін жіберіп отырған пайғамбарларды. Ғайса, Мұса, пайғамбарларды жіберген ғой жалпы, мысалы кезінде Лот пайғамбар, адамдар әбден действительно азғынданып кеткен кезде бір адамды осылай жіберіп отқан. Әрине азғынданған адамдар оларды қабылдамаған, оларды өлтірген де солар, сөздің шыны керек. Бірақ дейді, енді тыңдаңыздар. Бірақ бағанағы жоғарғы деңгейдегі адамдар, олар действительно ерекше жарқырап тұрады да жерде. Бәрін біледі. Ілім-білімді беріп қойған, но анандай жердің арбауына ұсталып қалатындар өте көп дейді. Яғни жаңағы астралды денесі эго дейтін бәле, елдің бәрі ой сен молодецсің, сен күштісің, сен бәрін білесің, сенің айтқаның дұрыс, қалғаны адасушы деп біткен кезде адам кішкене бүйтіп кекірейе бастайды да, мен деп шығады, менікі дұрыс, қалғанның бәрі адасып жүр, мен ғана мықтымын дейді. Ол менің дінім, ол менің құдай. Мінеке осындай нәрседен сақ бол дейді. Өйткені әулиелік деңгейде тұрып, жоғарғы деңгейде тұрып, жерге түскеннен кейін көкірек керіп, эго, нәпсінің құлына айналатын болсаң, мына жаққа бірақ түсесің дейді. Ол момент дейді. Сондықтан оған өте сақ болу керек. Хорошо? Өйткені вроде көз ашық көкірегі ояу азаматтар дінмен енді дін туралы, Құдай туралы айтып жүр, бірақ та ол басқа адамның да зерттеуіне, басқа адамның да ізденуіне дұрыс қарау керек. Ну хорошо, ізденіп жүр, сен ғылыммен айналысып жүрсің ба, ол ғылымды да қабылда, зерттеп көр. Просто дұрыс емес болса, мысалы мына жері дұрыс емес ау деп өзіне айтқан дұрыс. Ал кеп мына жақтан кеп ауылайды. Ауыл мына жерде видите, өзіне карма жасап жатыр адамдар. Оқып мен өзім түсіндім, әркімге кармасын өзіне өтеуіне жол бер, араласпа дейді ғой. Мен сол үшін ешкімді осуждать етпеймін, бірақ жалпы түрде немен мысалмен келтірем. Абайдың сөзімен бүгін келтірдім. Адам деген кім дейді? Адам деген боқ көтерген боқтың қабы дейді. Біз действительно боқ көтерген қаппыз ғой. Еще сен өлетін болсаң, сол боқтан да сасып болып кетесің дейді. Боқты қойып қасында, әйтеуір мұрның бастаңда отыра аласың, ал өлген адамның қасында отырып көр дейді. Еще сөйтіп тұрып сен, боқтың қабы болып тұрып, ей, сен какой-то біреу менімен теңгелесің ба не? Сен кімсің вообще? Менің ақшам бар, менің білімім бар дейтін болсаң, ол значит сауатсыз, білімсіз, надан, топас деп тұр да. Енді бұдан артық не айтуға болады, білмеймін. Үлкен атам Құранын ұстап бала оқытқан, алыс жерге ұшып барады деген аңыз бар. Ол аңыз емес, ол рас. И біз сол деңгейге жете аламыз, түсініп отырсыз ба? Ментал денемізді әбден танып өзімізді. Қазіргі күніде мысалы спокойно рухтар әлемімен байланысып отыр қой. Уже 6-шы сатының ұрпағы, 6-шы сатының ұрпағы рухтар әлемімен тікелей байланыста болады дегені сол. Айналамда адам өлімі көп болып кетті дейді. Тағы да болуы мүмкін, потому что жер жаңарып жатыр. Жер жаңарып жатыр, одан кейін мына соғыс жан-жақта болып жатқан, сіз ойламаңыз, что действительно сол ұлттардың арасында соғыс болып жатыр. Айттым ғой жаңағы. Өзінің жанын ақшаға сатқан жендеттер жүруі мүмкін ол жерде. Тіпті біздің қаңтар оқиғасында да көрдіңіздер, не бір адамдар, не бір ұлттар жұрт ақшаға жалданған. Енді ақиқатын білуші бір Құдай, бір Алла. Бірақ жалпы бүйтіп не қылсаңыз соған келіп тұр.
жер жаңарып жатыр, яғни бағанағы жанын ақшаға сатқандар қазіргі күні соғыста өліп жатуы мүмкін. Бір емші жас бала шыққанда молдалар жымқырген, сол себеп түсімде басқа әлемнің ханшайымы екенмін. Так, курсыңызды бастап қойдыңыз ба дейді. Мен курс емес. Курс емес, бар білгенімді, оқығанымды сіздермен бөлісіп отырмын. Құдай куә, ештеңені ішімде ұстап отырған жоқпын, бүкпесіз. Барымша үлгергенше тырысып, аударып, бәрін салып, еще жалпақ тілмен түсіндіріп жатырмын. Кемелдену үшін енді не істеу керек? Жатып алып кітап оқи беру керек па дейді. Оқыңыз, и өзіңізді уже білесіз. Жалпы қайдан келдіңіз, не үшін келдіңіз, бәрін білу, ол уже кемелдену. Сіз уже